Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін картошканы осылай духовкада пісіретін боламыз. Ол үшін алдымен тауықтарымыздың пачақ-пачағын жарып, осылай бірнеше бөлікке бөліп тастаймыз. Одан кейін табағымызға салып, үйдегі бар заттармен мариновка жасаймыз. Мен майонез қостым, одан кейін соевый соус, кетчуп, дәміне қарай тұз бұрышымды салып, паприка салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін картошкаларымды осылай 4 бөлікке бөліп шықтым. Перманент қағазын төсеп, бетін жақсылап майлап алдым. Бірінші пияздарымды орналастырып шықтым. Одан кейін картошкаларымды орналастырдым. Одан кейін мариновка жасалған тауықтарымыздың барлығын орналастырып, 180 градуста 1 сағатқа духовкаға қалдырамыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.